Сәлем балақай, ағылшын тілі сабағына қош келдің. 4-ші сыныптың оқушы кітабының 9-ші беттегі тапсырмасын орындайтын боламыз. Ағылшын тілі каналына тіркеліп, видеома лайк басып, колокольчикті басып, қолдап кетуіңді өтінемін. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Ең алғашқы тапсырмамыз 9-ші беттегі 12-ші тапсырма. Берілгенін оқып аударып аламыз. Read the story and complete. Сіздерге 8-ші бетте мәтін берілген, мәтінде 6 сурет берілген. Лилиам, Лили, Дейзи және Джейк 4 баланың әңгімесі берілген. Осы әңгімені оқып аударған болатынбыз. Енді осы мәтінге байланысты жаттығуларды орындайтын боламыз. 12-ші жаттығуда солай айтылған мәтінді оқып, сөйлемдерді аяқта. Ендеше кеттік тапсырманы орындаймыз. Liam sends a text message to Jake, but he doesn't. Қалай болады? Дұрыс. Answer it. Көріп тұрғаныңыздай сіздерге подсказка берілген сөздердің алғашқы әріптері. Екінші сөйлем. Liam gives him a ring at home and he can hear some strange noises. They decided to go to Jake's home. They find Jake practicing his new hobby, juggling. Liam Джейкке текстовый хабарлама жібереді, бірақ ол телефонға жауап бермейді. Сондықтан Liam оған үйдегі телефон шалады. Және де ол сөйлескен уақытта бір түрлі дыбыстарды естейді. Сол сәтте олар Джейктің үйіне барамыз деп шешеді. Олар Джейк өзінің жаңа хоббиін қақпа қалдау ойынымен айналысып жатқанын көреді. Келесі тапсырмамыз 9-ші беттегі 13-ші тапсырма. Ол үшін мәтінін оқып аламыз берілгенін. Одан кейін тапсырмаға көшеміз. Choose дегеніміз таңда деп тұр. Екі мәтін берілген диалогта A және B. Соны оқып, аударып, қалың жазумен берілген сөздердің біреуін таңдайсыздар. Ендеше кеттік, біріншісін оқимыз. A. Hi, Нұржан, it's Жания. Сәлем, Нұржан, бұл Жания. B. Never mind, hold on. I'm putting you on the speakerphone. Қай түрін таңдайды деп ойлайсыздар? Сәлем, Нұржан, бұл Жания. Hold on, линияда күте тұр мене, немесе күте тұр. Мен телефонды динамикке қоямын. Never mind дегеніміз оқасы жоқ, hold on, күте тұр. Демек, біз күте тұр деген сөзді таңдаймыз. Екінші. A. I'm going round to Нұрлан's house. B. Wait for me, give me a ring, I'm coming with you. Мен Нұрланның үйіне барамын. Мені күте тұр. Мен де сенімен бірге барамын. Немесе маған сақина бер, мен сенімен бірге барамын. Wait for me, мені күт, give me a ring, маған сақина бер. Қай түрін таңдайды деп ойлайсыздар? Әрине, wait for me. I'm going round to Нұрлан's house, wait for me, I'm coming with you. Осымен біздің 13-ші тапсырмамыз аяқталды. Hey Dana, are you staying in? You usually go out on Saturday. I'm not sure. I'm just playing a video game. What are you doing? I'm practicing my new hobby. New hobby? Yes, I'm juggling. Juggling? Hold on, I'm coming over. I want to try it too. Енді мәтінді қазақ тіліне аударамыз. Ұлан Данадан сұрайды. Сәлем, Дана, сен үйдесің бе? Сен әдетте сенбі күндері үйде отырмайтын едің, дейді. Дана жауап береді. Мен әлі сенімді емеспін. Дәл қазір компьютер ойындарын ойнап отырмын. Өзің не істеп жатырсың деп сұрайды. Ұлан жауап береді. Мен өзімнің жаңа хоббиіммен айналысып жатырмын. Дана сұрайды. Қандай хобби? Ұлан жауап береді. Қақпа қылдау, жонглировать. Дана жауап береді. Қақпа қылдау? Күте тұр, мен қазір барамын. Мен де сенімен ойнағым келеді деп жауап береді.
Келесі тапсырма 9-шы беттегі 16-шы тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл жерде тыңдалым, яғни тапсырманы беріледі, тыңдайсыз, көрсетесіз және қайталайсыз. Jellyfish. Jewelry. Jellyfish. Jewelry. Giant. Gem. Giant. Gem. Берілген ең соңғы тапсырмада 17-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Яғни берілгенін оқып аламыз. Complete and listen and repeat. Аяқта тыңда және қайтала дейді. 16-ші тапсырмада дыбыстарды тыңдадық қой, сол жердегі дыбыстарды бос орындарға қоятын боласыздар. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and gems. Деп қойып шығасыздар. Осымен 9-шы беттегі 12-ші тапсырмадан 17-ші тапсырмаға дейін барлық тапсырмаларды орындадық. Менімен бірге болғаныңа рахмет, қолдауыңа көп рахмет. Сабақта сәттілік тілеймін. Сау бол.